Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Жұбанова Назгүл Жетпісқызы, Атырау қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінің мұғалімімін. Сіздердің назарларыңызға 10 сыныптағы n-ші дәрежелі түбір және рационал көрсеткіш дәрежелері бар өрнектерді түрлендіру тақырыбындағы сабағымның нұсқасын көрсеткім келеді. Сонымен сабақтың тақырыбы сіздерге белгілі. Бұл сабақтың негізгі мақсаттары қандай? Бұл сабаққа жалпы 3 мақсатты ғана таңдап алдым. Бұл n-ші дәрежелі түбірді түсінеді және оны n-ші дәрежелі түбірлерді табуда қолдана алады. Өрнектердің мәнін есептеу үшін түбірдің қасиеттерін қолданады. n-ші дәрежелі түбірлері бар өрнектерді ықшамдай алады деген 3 мақсатқа осы сабақ бойында жетуіміз керек. Ол үшін ең бірінші біздер 9-шы сыныпта арифметикалық квадрат түбір деген тақырыпты қарастырғанбыз. Бұл жағдайда арифметикалық квадрат түбірдің анықтамасы және оның қасиеттері деген түсініктердің барлығын қарастырғанбыз. Тағы да қайталап өтіп кетейік, балалар. Ол үшін қалай жасаған дұрыс? Бірінші біз білеміз, квадрат түбір астында а деген өрнек ол б-ға тең. Бұл неге тең? Яғни бұл дегеніміз б-ның квадраты қайтадан а-ға тең дегенді білдіреді. Бұл жағдайда а-да және б-да екеуі де міндетті түрде оң сан болу керек дегенді білдіреді. Ал енді бүгінгі сабақтағы n-ші дәрежелі түбір астында а дегеніміз ол б-ға тең болатын болса, керісінше дәл жаңағы квадрат түбірдің қасиеті сияқты б-ның n дәрежесі бұл да а-ға тең дегенді білдіреді. Бұл жағдайда егер n-ші дәрежелі түбір астындағы а деп алсақ, егер n менде дәреженің түбірдің дәрежесі n жұп сан болса, 2k-ға тең болса деп айтайық, онда түбір астындағы өрнек те түбірден шығатын сан да міндетті түрде оң сан болу керек. Ал егер n-ші дәрежелі түбір кезінде n түбірдің дәрежесі тақ сан болса, яғни 2k плюс 1 болса, онда бұл жағдайда түбірдің астындағы өрнек те түбірден шығатын сан да барлық нақты сан бола алады. Квадрат түбірдің қасиеті бойынша, квадрат түбірдің астындағы а квадрат ол а-ның модуліне тең болады. Бұл қандай жағдайда? Егер а-ға тең болады, модульдің қасиеті бойынша а оң сан болатын болса, минус а-ға тең болады, яғни а теріс сан болатын болса дейді. Дәл осы сияқты екі өрнектің айырмасының квадраты егер квадрат түбірдің астында берілсе, онда сол өрнектердің айырмасының модуліне тең болады. Ал яғни а минус б айырмасына тең болады егер а артық немесе тең б-дан болса. Ал б минус а-ға тең болады егер а б-дан кем болса деген қасиеттерді өзімізге қажеттілігінше жазып алғанымыз тиімді. Бұл айтылған мәліметтердің барлығы біз үшін бұрыннан бері таныс мәліметтер. Бірақ алдағы айтылатын материалдарды игеру үшін бізге көп қажеттілігі тиеді, сондықтан қайталап жазып алған бізге артықтық етпейді. Кезек-кезегімізбен алдымызда берілген n-ші дәрежелі түбірдің қасиеттерін немесе квадрат түбірдің қасиеттерін қайталап кетейік. Көбейтіндіден түбір табу, ол көбейткіштердің әрқайсысынан жеке-жеке түбір тауып көбейткенге тең болады. Бұл жағдайда көбейткіштердің әрқайсысы жеке-жеке оң сан болу керек. Міндетті түрде оң сан. Квадрат түбірдің астында оң сан болу шарт. Дәл сол сияқты n-ші дәрежелі түбір астындағы көбейтіндіден түбір тапқан кезде сол көбейткіштердің әрқайсысынан жеке-жеке n-ші дәрежелі түбір тауып көбейткенге тең болады. Сонда бұл жерде екі қасиеттің ұқсастығы пайдаланады. Дәл сол сияқты бөлшектен квадрат түбір тапқан кезде бөлшектің алымынан да бөлімінен де квадрат түбір тауып бөлгенге тең болатындығы бізден бұрыннан бері қарай белгілі. Бұл жағдайда бөлшектің алымындағы өрнек а міндетті түрде артық немесе тең 0-ден болу керек.
Ал бөлшектің бөлімі нөлге тең болмайды дейтін қасиетті қағиданы пайдаланғандықтан б тек қана оң сан болу керек деп қарастырамыз. Дәл осы қасиет n-ші дәрежелі түбір ішінде орындалады. Яғни n-ші дәрежелі түбір астындағы a-ның b-ға қатынасы ол n-ші дәрежелі түбір астындағы a-ның n-ші дәрежелі түбір астындағы b-ға қатынасына тең болады. Дәл жаңағы айтқан қасиет сияқты бөлшектің алымындағы а өрнегіміз міндетті түрде артық немесе тең нөлден болады, ал б тек қана артық нөлден болады. Себебі қайталап айтып қоюымыз керек, бөлшектің бөлімі нөлге тең болуға болмайды деген қағида бойынша. n-ші дәрежелі түбірмен берілген өрнектің дәреженің түбірдің дәрежесі мен өрнектің дәрежесі екеуін де бірдей санға қысқартуға болады. Яғни m n-ші дәрежелі түбір астындағы a-ның km дәрежесі екеуін де m дәрежеге қысқартып жіберген кезде n-ші дәрежелі түбір астында a-ның k дәрежесіне тең болады. Және түбірдің ішінде түбір орналасқан жағдайда, яғни n-ші дәрежелі түбір астында k-ші дәрежелі түбір астында a деген өрнек бұл түбірдің дәрежелерін көбейткенге тең болады. Яғни n k-ші дәрежелі түбір астындағы a-ға тең болады. Бұл да бізге өте көп қолданылатын қасиеттердің бірі. Енді сол қасиеттердің барлығын пайдаланып, мынандай ауызша тапсырмаларды орындап көрейік. Әркім бірінші өзіне шимай қағаздарына жобамен жазып алсын, содан кейін жеке-жеке қатар-қатарымен айта беретін боламыз. Бірінші тапсырманы қарап көрейік. Қай өрнектің мағынасы бар дейді. Квадрат түбір астындағы 1. Мағынасы бар ма? Иә, ол 1-ге тең болады. Себебі ол шарт бойынша 1 нөлден артық сан, оң сан. Квадрат түбір астында 4, ол 2-ге тең болады. Ол да біздің жаңағы шарттарымызды қанағаттандырады. 3-ші дәрежелі түбір астында 8. Бұл өрнектің де мағынасы бар. Себебі 8 2-ның кубына тең. Сондықтан бұл өрнектің нәтижесі 2-ге тең болады. 3-ші дәрежелі түбір астында -27. Ол -3-ке тең болады. Себебі тақ дәрежелі түбір астындағы сан ол теріс санда бола алады деп жаңа айтқан болатынбыз. Қасиеті бойынша. Так, сонда -3-ке тең болады. 3-ші дәрежелі түбір астындағы 1 мағынасы бар, 1-ге тең болады. 4-ші дәрежелі түбір астындағы 5 мағынасы бар өрнек. Квадрат түбір астындағы 8 мағынасы бар өрнек. Бұл жерде 2 еселенген түбір астында 2 шығатыны белгілі. Енді әрі қарай сіздерден сұрақ. Қай өрнектің мағынасы бар екеніне ғана тоқталайық. 4-ші дәрежелі түбір астында 16 мағынасы бар өрнек. 3-ші дәрежелі түбір астында -1 мағынасы бар өрнек. 3-ші дәрежелі түбір астында 27, бұнда да мағынасы бар өрнек. Квадрат түбір астында 9. Ал енді 4-ші дәрежелі түбір астында -16, бұл мағынасы жоқ өрнек. Себебі көріп отқандай 4-ші дәрежелі жұп дәрежелі түбір астында теріс сан тұр. Бұл біздің шартымызға қарама қайшы келеді. Сондықтан бұл өрнектің мағынасы жоқ деп айтамыз. Дәл сол сияқты 8-ші дәрежелі түбір астында -1 мағынасы жоқ өрнек. Себебі 8 жұп сан өзімізге белгілі. Жұп дәрежелі түбірдің астындағы өрнек міндетті түрде оң сан болу керек деп айтатын едік. Квадрат түбір астында -4 мағынасы жоқ өрнек. 3-ші дәрежелі түбір астында 9 мағынасы бар өрнек. 5-ші дәрежелі түбір астындағы -32 бұл да мағынасы бар өрнек. Себебі өздеріңізге белгілі -2-ның 5 дәрежесі -32-ге тең. Яғни жұп дәрежелі түбір астында теріс санда болуы мүмкін. Бұл шартты бізде қанағаттандырады.
бірінші тапсырма бізге түсінікті болса, екінші тапсырмаға көшейік. Аның қандай мәнінде өрнектің мағынасы болады дейді. Бірінші қарастырайық. Квадрат түбірастында А. Яғни бұл жерде А артық немесе тең 0-ден болу керек. Екінші, квадрат түбірастында Аның квадраты. Яғни бұл жағдайда А кез келген сан бола алады. Себебі кез келген санның квадраты оң санға тең екендігі белгілі. Ал үшінші жағдайда квадрат түбірастында минус А. Енді квадрат түбірдің астындағы өрнек менде міндетті түрде оң сан болу керек екені белгілі. Бұл жердегі минус А болғандықтан минус А артық немесе тең 0-ден. Сондықтан Аның өзі кем немесе тең 0-ден болу керек деп айтамыз. Төртінші, квадрат түбірастында Аның кубы. Яғни Аның бұл жағдайда тек қана оң санды қабылдайды мәні. Себебі бұл жерде теріс сан беретін болсақ, егер Аның орнында теріс санның кубы менде теріс сан шығатындығы белгілі. Сондықтан квадрат түбірдің астында теріс сан болуы мүмкін емес, тек қана оң сандарды қабылдайтыны осы жерден шығады. Дәл осы әдіспен қалған тапсырмаларды өздеріңізге жеке орындап алуға болады. Екінші тапсырмаларымыз орындалып болса, егер үшінші тапсырмаға көшейік. Енді бұл жерде есептеңдер деп берілген. Квадрат түбірастында 100, мәні 10-ға тең. Келесі 5-ші дәрежелі түбірастында 100 мың. Бұл жерде де мәні 10-ға тең. Одан кейін квадрат түбірастында 6,125. Яғни бұл 6,125 қандай санның квадраты дегенді білдіреді. Яғни бұл жерде маған 2,15 деген жауап шығады. Төртінші дәрежелі түбірастында 81. Яғни 81 3-тің 4 дәрежесі болғандықтан нәтижесі 3-ке тең екендігі белгілі. Үшінші дәрежелі түбірастында 0,1. 0,1 бұл 0,1-дің кубына тең. Сондықтан нәтижесі 0,1-ге тең. Ал мына жағдайда бізде үшінші дәрежелі түбірастында 27-ден 125. Бұл n-ші дәрежелі түбірдің қасиеті бойынша бөлшектің алымынан да бөлімінен де жеке-жеке үшінші дәрежелі түбір табуға болады. Сондықтан бөлшектің бөлімінде 3, алымында 5, 3-тен 5-ке тең, немесе 1,3-тен 2-ге тең деп айта аламыз. Дәл сол сияқты қалған екі тапсырманы өздеріңіз орындаңыз. Енді әрқайсыңыз жеке орындауға тапсырмалады. X-тің қандай мәнінде өрнектің мағынасы бар? Немесе берілген функциялардың бұның тапсырмасын анықтау облысын тап деп те айтуға болады балар. Бұл жағдайда тапсырманы екі түрлі мағынада беруге болады. Біз айтып тұрғанда X-тің қандай мәнінде өрнектің мағынасы бар, немесе берілген функциялардың анықтау облысын тап деп айтайық. Ал қарастырайық. Бірінші тапсырмада 4-ші дәрежелі квадрат түбір болғандықтан, ол жұп сан 4-ші дәреже, сондықтан квадрат түбірдің астындағы өрнек міндетті түрде оң сан болу керек деп қарастырамыз. 9 минус x квадрат артық немесе тең 0-ден. Минус 1-ге көбейтсек егер, x квадрат минус 9 кем немесе тең 0-ден екені шығады. Себебі теріс санға көбейткенде теңсіз бағасы қарама-қарсыға өзгеретіндігі белгілі. X квадрат минус 9 деген екі өрнектің квадраттарының айырмасы, сол екі өрнектің айырмасы мен
қосындысының көбейтіндісіне тең болатындығы белгілі. Бұл жағдайда менде x тең болады 3-ке және x тең болады минус 3-ке дейтін екі түбір болады. Егер мен бұл теңсіздікті парабола әдісімен шығаратын болсам, теңсіздіктің жауабы x тиісті минус 3-тен 3-ке дейін екендігі анықталады. Сонда бірінші есептің шешімі қандай деген сөз? X тиісті минус 3-тен 3-ке дейін болғанда бұл өрнектің мағынасы бар деп айтылады. Екінші тапсырмамызды қарастырайық. 5-ші дәрежелі түбір астында 3 минус x-тан x-қа тең дейтін өрнек берілген. Байқағанымыздай, түбірдің дәрежесі 5-ші дәрежелі. Яғни 5-ші дәреже дейтін бұл тақ сан. Яғни бұл жерде тек қана оң сан болады деп қарастыруға болады. Сонда x-тің 3 минус x-ке қатынасы артық 0-ден дейтін теңсіздік қарастырамыз. Бұл біздің бұрыннан бері қарай білетін материалдарымыз бойынша бөлшек рационал теңсіздік. Енді бөлшек рационал теңсіздікті шешу үшін біз қандай тәсілді пайдаланамыз? Яғни бөлшектің алымы мен бөлімін көбейтіндіге түрлендіреміз. Яғни x көбейтілген 3 минус x артық 0-ден деген шығады. Есепті шығаруға ыңғайлы қылып алу үшін мына жердегі 3 минус x-імізді орындарын ауыстырып x минус 3 деп ауыстырып жіберсек, яғни минус 1-ге көбейтсек, теңсіздік таңбасы қарама-қарсыға өзгереді. Яғни x пен x минус 3-тің көбейтіндісі кем 0-ден дейтін теңсіздік шығады. Сонда x тең болады 0-ге, x тең болады 3-ке деген екі түбіріміз бар. Дәл жаңағы парабола әдісімен қарастырсақ, біздің жауабымыз x тиісті 0 мен 3-тің аралығына деген шығады. Яғни берілген функцияның анықталуысы 0 мен 3-тің аралығында, немесе 0 мен 3-тің аралығында болғанда x-тің мәні бұл өрнектің мағынасы бар деп айтылады. Үшінші тапсырманы қарастырамыз. 8-ші дәрежелі түбір астында минус 5a квадрат плюс 7a минус 2. Қайтадан түбірдің дәрежесіне мән береміз. Яғни бұл 8-ші дәрежелі. Яғни жұп дәрежелі. Сондықтан түбірдің астындағы өрнек міндетті түрде оң сан болу керек деп қарастырамыз. Сонда менде 5a квадрат плюс 7a минус 2 артық немесе тең 0-ден дейтін теңсіздік шығарамыз. Ыңғайлы болу үшін минус 1-ге көбейтіп жүруге болады. Сонда 5a квадрат минус 7a плюс 2 кем немесе тең 0-ден дейтін теңсіздік шығады. Квадрат теңсіздікті дискриминант әдісімен шығаратын болсақ, онда дискриминантымыз 9-ға тең. Сонда бірінші түбіріміз 5-тен 2-ге тең, екінші түбіріміз 1-ге тең болып шығады. Квадрат теңсіздік 0-ден кем болғандықтан бұл жерде парабола әдісімен шығарсақ та, аралықтар әдісімен шығарсақ та, интервалдар әдісімен екеуінде бірдей жауап шығатындығы бәрі бізге белгілі. Қай әдіс тиімді өздеріңізге таңдап алуға болады? Шешімі 5-тен 2-ден 1-ге дейінгі аралықта болады. Енді біз сабағымыздың басында айтып кеткендей, бүгін n-ші дәрежелі түбір және рационал көрсеткішті дәрежелері бар өрнектерге амалдар қолдану екендігі белгілі. Ал енді рационал көрсеткішті дәреже дегенді қалай түрлендіреміз, оны түбірмен қалай жазуға болады, соған қарастырайық.
яғни a-ның n-нан m дәрежесі. Бұл жағдайда бөлшектің бөліміндегі n түбірдің дәрежесі болып келеді де, бөлшектің алымындағы m санның дәрежесі болып келеді, немесе өрнектің дәрежесі болып келеді. Яғни a-ның n-нан m дәрежесі тең болады n-ші дәреже турасында a-ның m дәрежесіне тең болады. Яғни бұл жердегі m бүтін сан, ал n натурал сан. А оң сан екендігі белгілі. Енді рационал көрсеткіш дәрежелер үшін бүтін көрсеткіш дәрежелердің барлық қасиеттері орындалады. Яғни көбейтіндінің дәрежесі дәреже көрсеткіштердің қосындысына тең болатындығы белгілі. Дәрежені дәрежеге шығарған кезде көбейткенге тең болатындығы белгілі. Бөлшектің дәрежесі, бөлшектің алымында, бөлімінде сондай дәрежеге шығаратындығы белгілі. Сонда рационал көрсеткішті дәреже үшін барлық бұрын бері қарай білетін бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттерін пайдаланамыз. Айырмашылық тек қана дәрежелердің рационал сан түрінде берілетіндігінде ғана. Рационал көрсеткішті дәреженің қасиеттері мен анықтамасын жазып алған болсаңдар егер, рационал көрсеткіш дәрежелерді қолданып амалдар орындауға тапсырмалар берілген. Ол үшін 3 топқа бөлініп алайық. Сонда бізде 4 оқушыдан 3 топ шықты. Барлығымызға тапсырмалар ортақ тапсырмалар. Біздің тексеруіміз керектігі сонда. Сол тапсырмаларды кім қаншалықты шапшаң орындайды, уақытпен жұмыс жасауды керек. Барлығы алып тапсырма. Өздерің білетін қасиеттерді пайдалана бересіңдер. Тапсырма топқа берілгендіктен бір-бірімізге көмектесеміз. Топта орындау үшін берілген тапсырмаларды шығарып бітуге уақыт жеткілікті болған сияқты. Енді бәріміз тақтаға назарымызды аударамыз. Есептердің жауабын тексеріп қарайық. Бірінші есепте
минус 26,5 шықты. Келісеміз бе? Бәріміздің тапсырмаларымыз дұрыс орындалды ма? Тексеріп қарайық. Бұл жерде қандай қасиетті? Неге басты назар аудару керек? Яғни квадратты бір астындағы 3 пен квадратты бір астындағы 27. Бұл 81-ді береді. Яғни бұл жерден 4 шығады деген сөз. Үшінші дәрежелі бір астында минус 3 пен үшінші дәрежелі бір астында 9. Бұл үшінші дәрежелі бір астында минус 27-ні береді. Бұл минус 3-ке тең. Сонда 4 пен 3-тің көбейтіндісі. 9-ға тең екен ғой біріншіде. 9 пен 3-тің көбейтіндісі минус 27-ге тең. Сонда қараңыз, бірінші көбейтіндіден сендерде минус 27-ге тең мән шықты. Одан кейін мына бір бөлшектің алымы мен бөліміндегі дәрежелер, түбірдің дәрежелері бірдей болғандықтан екеуін бір түбірдің астында өрнектеуге болады. Сондықтан екеуін қысқартқанда минус 32-ден 1 шықты. Яғни бұл дегеніміз нәтижесінде минус 2-ден 1 шығады деген сөз. Түбірде минус 2-ден 1 шығады. Алдындағы минус мен плюсті береді. Сонда минус 27 плюс 2-ден 1 минус 26,5-ке тең дегенді білдіреді. Бұл бізге өте көп қиындық тудырмаған болу керек деп есептеймін балалар. Екінші өрнекте екі өрнектің де дәрежесі, екі көбейткіштің де дәрежесі бірдей түбірмен берілгендіктен, бірдей санмен берілгендіктен дәрежелері екеуін бір түбірдің астына алып өрнектеуге болады. Сонда менде екі өрнектің квадраттарының айырмасы шығады. Нәтижесі мен өрсекке тең. Үшінші өрнек ақшамдауға берілген. Қиындық тудырмаған шығар. Нәтижесі 1-ге тең. Төртіншісінде өрнектің мәні 4-ке тең. Бесіншісінде ықшамдау керек. Мәні 7 түбір астында минус 35-ке тең. Өздерінің топта орындаған тапсырмалары мен тақтадағы жауаптарды салыстырып дұрыстығына көз жеткізіңіз. Алтыншы өрнек ықшамдауға берілген, нәтижесі 2-ге тең. Егер кімде-кімде берілген тапсырмалар орындау барысында қателіктер кеткен болса, жауаптарын өздеріңізге белгілеп алыңыз. Қайтадан қарап, тапсырмаларды қайтадан орындап, өздерінің жіберген қателіктерді табуға тырысуға болады. Енді алдарында берілген кеспе қағаздар арқылы жұпқа бөлінейік. Бізде барлығы 12 оқушы, сонда 6 жұп шығатындығы белгілі. Жұптарымыз тауып орындарымызға отырып болсақ, міне сіздерге берілетін тапсырма мынадай. Тағы да 7 тапсырма, жұппен орындалатын тапсырмалар. Арифметикалық квадрат түбірдің, n-ші дәрежелі түбірдің, рационал көрсеткішті дәреженің барлық қасиеттерін пайдаланып шығаруға болады. Бұл жағдайда ескеретін жағдай, қысқаша көбейту формулаларына да мән беріңіз. Яғни, бұрынғы өткен барлық материалдарымызды, мәліметтерімізді толығымен қолданамыз деген сөз.
жұппен тапсырма орындауға бізге 5 минут берілсе жарайды. Оқушылар, бұл жағдайда алдарында берілген бағалау парақшаларына әрбір критерий бойынша өздерінің орындаған тапсырмаларының бағалауларын қойып отыруды ұмытпаңыздар. Сабақтың соңында сол бағалаулар бойынша кімде 80%-тен артық тапсырма орындалды, яғни жетті, бұл біздің сабағымыздың барлық мақсатына жетті деген сөз екенін ұмытпаңыз. Сондықтан есеп шығарып отырумен қатар, сол шығарылған есептің тапсырмаларын, жауаптарын тексерген жағдайда бағалау парақшаларына белгі қоюды ұмытпай отырыңыз. Тапсырмалардың ішінде бізге санның 0 дәрежесі дегендері кездескен болу керек. Яғни санның 0 дәрежесі нешеге тең екендігін ұмытпағандарың жөн. Уақытты үнемдеу мақсатында бастапқы тапсырмаларымызды орындауға болады ма? Тексеруге болады ма? Олай болса, тақтаға назар аудара береміз. Бастапқы тапсырмаларды жұп-жұпмен тексере берейік. Қалған есептеріңізді ары қарай орындай бересіздер. Назарларыңыз тақтада болсын. Бірінші есептің жауабында нәтижесі 15-ке тең болды дейді. Бөлу амалын орындаған кезде кері бөлшекке көбейту керек дегенді ұмытпаймыз. Сонда нәтижесі 15-ке тең болады. Екінші тапсырманы орындаған кезде нәтижесі 14-ке тең болады.
бұл жерде екі өрнектің қосындысының квадраты деген қысқаша көбейту формула орнында қолданылып тұр. Және екі өрнектің айырмасының квадраты деген қысқаша көбейту формуласы орындалып тұр. Одан кейін өрнектерді ықшамдай келе, екі өрнектің квадраттарының айырмасы деген қысқаша көбейту формуласы орындап тұрмыз. Сонымен өрнектің мәні 14-ке тең. Бұл бізге берілген жетік есептің бастапқы екеуі ғана. Енді келесі үшінші және төртінші тапсырмаларға келейік. Тапсырмалардың жауаптарын тақтаға шығарайын деп тұрмын. Назарларыңыз тақтада болсын. Үшінші тапсырмада толық квадратты бөліп алу әдісі дегенді қарастырған болатынбыз балалар былтырғы жылы. Толық квадратты бөліп алу әдісі. Яғни бірінші квадрат түбірдің астында 1 минус түбір астында 7-нің квадраты деген шығады. Ал екінші түбірдің астында 1 плюс түбір астында 7-нің квадраты деген шығады. Квадрат түбірдің қасиеті бойынша осы өрнектердің менде модулі шығатын еді. Ал модульдің қасиеттерін пайдаланып ашсақ шақшаны, онда нәтижесінде минус 2 дейтін жауап шығады. Төртінші есепте 64 2-нің 6 дәрежесі екендігі белгілі. 0,25 0,5-тің кубы екендігі белгілі. Деген сияқты барлық өрнектерді түбірмен, дәрежемен түрлендірсек, оларға амалдар орындаған кезде өрнектің мәні 2-ге тең болады екен. Кімнің шығарған тапсырмалары дұрыс болса, бағалау парақшаларына өздерінің белгілерінді қойып отыруды ұмытпаңыз. Мынау менде соңғы тапсырмалар. 5-ші тапсырма тіптен оңай. Бұл екі өрнектің кубтарының айырмасы деген формулаға келіп тұр. Сонда менде 10 мен 4-тің айырмасы 6-ға тең екені белгілі. 6-ші тапсырмада 3-ші дәрежелі түбірасында b квадрат, жаңағы рационал көрсеткіш дәреженің қасиеті бойынша b-ның 3-тен 2 дәрежесіне тең. 3-ші дәрежелі түбірасында b-ның 4 дәрежесі, яғни b-ның 3-тен 4 дәрежесіне тең. Сонда дәрежеге амалдар орындаған кезде b-ның 3-тен 1 дәрежесі шығады. Немесе оны 3-ші дәрежелі түбірасында b деп қалдыруға болады. Соңғы есебіміз нәтижесі 1-ге тең екендігі белгілі. Сонымен бүгінгі сабаққа жоспарланған барлық тапсырмаларымыз орындап болдық. Бағалау парақшаларын қайталап айтқан балалар жазып қойыңыз. Кім 80%-тен артық тапсырмаларын орындады, ол бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік деген сөз. Немесе қолдарында берілген мына бір парақшаларын ала қойыңыз. Бұл жерден бізге белгілі жасыл барлық тапсырмаларын орындадым, мақсатыма жеттім деген оқушы көтерсін. Сарыны кейбір жерлерінде сұрақтарым бар деген оқушы көтерсін. Ал егер тапсырма мүлдем түсініксіз және мақсаттарыма жеткен жоқпын десек, онда қызыл парақшаны көтерулеріңіз сұралады. Және алдарында берілген парақшаларға бүгінгі сабақ бойынша нені түсінгендерім және нені түсінгіміз келеді деген сабақтың қорытынды есебін жазып қалдыруларыңыз сұралады.